Қасқырлар әлемінде важак ең алдында жүрмейді. Неге екенін білгің келе ме? Бір қарағанда қар үстінде кетіп бара жатқан жай ғана бір топ қасқырлар сияқты. Бірақ мұқият мән беріп қарасаңыз, бәрі әлде қайда қызығырақ болып шығады. Өйткені олардың көшінде де тәртіп пен дала заңы сақталған. Ең алдыңғы қатарда 3 қасқыр жүреді. Олар ең кәрі, ең әлсіз, күші таусылуға жақындары. Дәл солар бүкіл үйірдің жүріс ырғағын белгілейді. Олардың артында жас толқын келеді. Олар жас, шапшаң, агрессивті қасқырлар. Қауіп туа қалса, бірінші қарсы алатын да солар. Одан кейін үйірдің ең құнды бөлігі ұрғашылар мен күшіктері. Олар ең күштілер емес, бірақ болашақ соларда. Сондықтан оларды барлық жақтан қорғайды. Олардың артында тағы бір қорғаныс шебі бар. Бұлар алға емес, артқа қарайтын қасқырлар. Өйткені табиғатта шабуылдың көбі дәл арт жақтан келеді. Үйірдің ең соңында бәрінен бөлек жалғыз қасқыр жүреді. Ол важак. Абадан алға шығып таңғайыр болып жүрмейді. Себебі оның орны бүкіл үйірді толық көріп, қайсысы шашады, қайсысы алаңдаулы, қай жақтан қауіп бар, бәрін бақылап, көріп жүретін тұс. Қажет болса, бірінші болып жанын пида етуге дайын. Тек үйір аман қалса болғаны. Табиғатта нағыз лидерлік алда жүру емес, ең қауіпті орында тұрып, жауапкершілік алып, бәріне жауап беру. Нағыз важак осылай істейді.